Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен отбасылық асхана ас дайындаймыз. Осындай корн-дог, яғни сосиска в тесте дайындаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Ол үшін біздерге ең алдымен 250 мг су, қант, тұз, ұн, жұмыртқа, сыр, сосиски, осындай панировочный сухарий, дрожжи және де міндетті түрде осындай шпажка керек. Ең алдымен суымызды құямыз, оған қантымызды саламыз, жақсылап араластырып аламыз. Кейін дрожжымызды саламыз. Оны жақсылап араластырып, тек қана бір қасық ұн қосып, 10 минутқа бетін жауып қалдырып қоямыз. 10 минут өткен соң тұзымызды саламыз. Бір жұмыртқамызды жарамыз. Араластырып, қалған барлық ұнды салып, қамыр шығарамыз. Осыны біз 40 минут күтеміз көтерілуін. Сол уақытта біз сосискамызды ортасынан бөлеміз. Менде 12 штук шығады. Осылай ортасынан бөліп алдым. Сырымды болса, осындай көлемде жасасаңыздар жақсы. Шпажканы алып, сырымызға түйрейміз. Кейін сырға түйрейміз. Сосын қамырымыз біздің ашыды. 40 минут өтті. Қамырымызға батырамыз. Мінекей осылай. Кейін панировочный сухарийға аунатамыз. Осылай жақсылап аунатып аламыз. Кейін қызып тұрған табаға сосискамызды қуырып аламыз. Мен осылай алшақ салдым, бір-біріне жабыспас үшін. Осылай жақсылап пісіріп аламыз екі жағынан. Мінекей біздің корн-догымыз дайын. Өте дәмді шықты. Ыссы күйінде жеу керек міндетті түрде. Сыры, жұмсары балқып тұрған кезде. Сіздерге ұнаған болса дайындап көріңіздер. Біздерге тіркелуді ұмытпаңыздар. Жақсы рецептер шығады. Ас болсын. Сіздермен бірге отбасылық асхана.